Саламатсыздарма студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оптикалық сәулелер, спектрлік анализ. Сабағымыздың жоспары. Бірінші, электромагниттік толқындардың диапазоны. Оның өзі мынандай бөлімдерден тұрады. Төменгі жиекті толқындар, радиотолқындар, инфрақызыл, көрінетін жарық және ультракүлгін сәуле шығару, рентген сәулелері, гамма сәуле шығару. Екінші бөлім. Электромагниттік спектрдің қасиеттері. Үшінші, оптикалық спектр. Дерек көздері. Электромагниттік спектр. Электромагниттік спектр дегеніміздің өзі электромагниттік толқындардың барлық диапазондардың жиынтығы. Электромагниттік толқындар теледидарда және радиохабарда, телекоммуникацияда, сонымен бірге тамақ пісіру үшін де қолданылады. Электромагнитті толқындардың диапазоны, электромагниттік толқындар шкаласы төменгі жиілікті толқындар мен радиотолқындардан бастап гамма сәулелерге дейінгі аралықты қамтиды. Жиілік пен ұзындықтарына байланысты әртүрлі электромагниттік толқындарды шартты түрде шығарып алу және тіркеу тәсіліне зат пен өзара әсерлесу сипаты бойынша диапазондарға бөледі. Төменгі жиілікті толқындар шығару, радиотолқындар, инфрақызыл сәулелер, көрінетін жарық, ультракүлгін сәулелер, рентгендік сәулелер және гамма шығару деп диапазондарға бөлу қабылданған. Төменгі жиілікті толқындар. Бұл толқындарды арнайы жасалған генераторлар мен айнымалы токтың генераторлары шығарады. Электрлік приборлар мен электрлік қозғалтқыштардың басым көпшілігі жиілігі 50-60 Гц айнымалы токпен қоректенеді. Радиотолқындар. Радиосәулелерді шығаратын генераторлар екенін біз білеміз. Олардың толқын ұзындықтары 10-6 дәрежесіндегі метрден 5^10⁴ дәрежесіндегі метрге дейінгі аймақтықты қамтиды. Мұны біздер өткен сабақтан білеміз. Рентген сәулелері 1895 жылы рентген толқын ұзындығы 10 нанометрден 10⁻³ дәрежесіндегі нанометр болатын ультракүлгін толқындар ұзындығынан қысқа сәуле шығарудың түрін ашты. Рентген сәулелері шапшаң электрондар мен зарядталған бөлшектер кенет тежелгенде пайда болады. Қолдану аймағы өте кең рентген сәулелерінің көзі рентген түтіктері болып табылады. Рентген бұл сәулелердің қасиеттерін зерттеу арқылы олардың жұтылуын түрліше екенін анықтады. Көбірек жұтылатын сәулелерді жұмсақ, ал нашар жұтылатын сәулелерді қатқыл рентген сәулесі деп атады. Гамма сәуле шығару. Электромагниттік сәуле шығарудың ішіндегі толқын ұзындығы ең қысқасы осы гамма сәулелер. Олардың толқын ұзындығы 10⁻10 дәрежесіндегі метр мен 3^10⁻13 дәрежесіндегі метр аралығында болады. Гамма сәулелер қозған атом ядроларында және радиоактивті ыдырау құбылысы кезінде шығарылады. Оның көзі жер бетінде де ғарышта да кездеседі. Ғарыштан келетін электромагниттік сәуле шығарудың кейбір бөлігі жаңа атмосферасында жұтылмай өтеді. Ал гамма сәуле шығарудың барлығы дерлік жер атмосферасының озон қабатында жұтылады. Жер бетіндегі тіршіліктің өмір сүруі тікелей осы озон қабатының сақталуына байланысты болады. Электромагниттік сәуле шығарудың жеке түрлерінің арасындағы сапалық айырмашылық толқын ұзындықтары қысқарған сайын байқала бастайды. Қысқа толқынды электромагниттік сәулелерде корпускулярлық қасиеттер басым болады. Электромагниттік спектрдің қасиеттері. Барлық электромагниттік толқындарды магниттік күштің бағытын толқынның таралу бағытына перпендикуляр бағытталады. Электромагниттік толқындардағы электрлік күштің бағыты магниттік күшке де толқынның қозғалысының бағытына да перпендикуляр болады. Электромагниттік толқындардағы магниттік күштің қуаты әрдайым электрлік күштің қуатына тең болады.
Электромагниттік толқындар бірнеше үздіксіз толқындардан тұрады. Олар әртүрлі болып топтасуы мүмкін. Олардың кішкентай бөлігі ғана көрінерлік болуы мүмкін. Электромагниттік толқындар сонымен қатар электр және магнит өрістерінің дірілдеуші немесе вибрациясы дейміз толқындары ретінде де қарастырылады. Олар затта немесе барлық көлем бойынша таратылады. Оптикалық спектр. Оптикалық спектр көрінетін жарықты, инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерді қамтитын электромагниттік толқындардың жиынтығы. Оптикалық спектр толқын ұзындығы диапазоны 103 және 10⁻³ дәрежесіндегі километр аралықтағы электромагниттік сәуле шығару спектрі. Оптикалық спектрлер шағылу спектрі, жұтылу спектрі, шашырау және шағылу спектрлері болып ажыратылады. Оптикалық спектрлер физиканың бір саласы спектроскопияда зерттеледі. Оптикалық жарыққа электромагниттік толқындар шкаласының инфрақызыл, көрінетін және ультракүлгін сәулелерінің диапазонын жатады. Түріне қарай оптикалық спектр сызықтық, жолақтық және тұтас спектрлер болып бөлінеді. Тұтас спектрлерді термодинамикалық тепе-теңдіктегі қызған қатты денелер мен сұйықтар шығарады. Тұтас спектрлердегі энергияның толқын жиілігі бойынша таралуы Планктың сәуле шығару заңына бағынады. Сызықтық спектр атомдардағы электрондардың энергия деңгейлері арасындағы кванттық ауысу нәтижесінде пайда болады. Оптикалық сәуле. Оптикалық сәуле бұл толқын ұзындығының нанометрдің үлесінен миллиметрдің үлесіне дейінгі диапазонды жиілік диапазоны 3⁻1011 герцтен 3⁻1017 герц қамтитын электромагниттік толқындар. Оптикалық сәулеге адам көзі қабылдай алатын көрінетін сәуледен басқа инфрақызыл сәуле мен ультракүлгін сәуле де жатады. Вакуумдағы оптикалық сәулелердің таралу жылдамдығы 3⁻1010 сантиметр секундтай болады. Оптикалық сәулелер атомдар мен молекулалардың шығу негізінде спектрлік құрамның біртекті дәрежесінде сәуле шығару ағымның шашырауына тағы басқа белгілері бойынша классификацияға жіктеледі. Сызықтық спектрлер атомдардағы электрондардың энергия деңгейлері арасындағы кванттық ауысу нәтижесінде пайда болады. Қарапайым молекулалардың электрондық айнымалы және тербелмелі энергия деңгейлері аралықтарындағы ауысулар жолақтық спектрді береді. Оны мына суреттен көріп отырмыз. Сызықтық және жолақтық спектрлерді теретілген газдар мен булар шығарады. Оптикалық спектрді тіркеу үшін фотографиялық әдістер, сонымен қатар ультракүлгін сәулелер диапазонында фотоэлементтің әдістері мен фотондар есептеуішілері, ал инфрақызыл сәуле диапазонында термоэлементтер мен балометрдің кеңінен қолданылатынын білуге болады. Заттардың құрамын зерттеуде оптикалық спектрдің маңызы зор. Дерек көздері.